Сәлеметсіздер ме, құрметті вебинарға қатысушылар. Менің есімім Динара. Мен Астана қаласындағы Асыл Мирас аутизм орталығындағы Жасбе бағдарламасының клиникалық педагогымын. Егер сіздер мені жақсы естіп, жақсы көріп тұрған болсаңыздар, қосу белгісін чатқа жазуларыңызды өтінемін. Мені жақсы естіп, жақсы көріп тұрсаңыздар, қосу белгісін чатқа жазуларыңызды өтінемін. Мені жақсы естіп тұр деген үмітте вебинарды бастайын. Егер вебинар барысында сұрақтарыңыз туындап жатса, бүгінгі сағат 3-ке дейін сайтта көрсетіліп тұрған электрондық адресқа өзіңіздің сұрақтарыңызды жіберулеріңізге болады. Міндетті түрде жауап беруге тырысамыз. Біздің бүгінгі вебинарымыздың тақырыбы ойын аутистік спектрінің бұзылыстары бар балаларды дамытудың әдісі 3-ші бөлім. Бүгінгі вебинардың жоспарымен танысайық. Ең әуелі біз ойынның деңгейлері, оның ішінде сюжеттік ойынға нақтырақ тоқталамыз. Кейін баланың сөйлеу тіліне қалай жауап беру жөнінде әңгіме қозғаймыз. Және ең соңғысы баланың сөйлеу тілін ойын кезінде қалыптастырудың әдістеріне тоқталамыз. Бұл сұрақтарға тоқталмас бұрын біз сіздермен қандай ойын деңгейлерімен таныс екенімізді есімізге түсейік. Жалпы ойын деңгейлері 4-ке бөлінетінін біз білеміз. Ол қарапайым ойын, процессуалдық ойын, сюжеттік ойын және сюжетті рөлдік ойындар. Ойын деңгейі. Алдыңғы вебинарларда қарапайым ойынмен және процессуалдық ойынмен танысқан болатынбыз. Бүгін мен сіздермен сюжеттік ойын жайында сіздерге толық мәлімет беремін. Тақырыпты бастамас бұрын алдыңғы вебинарда өткен қарапайым және процессуалдық ойындарға баланың қандай іс-әрекеттері жататынын еске түсіріп өтейік. Қарапайым ойын. Егер бала ойыншықтың сипатына тән емес іс-әрекеттер жасайтын болса, яғни оларды соққылайтын, тарсылдататын, лақтырып тастайтын болса, онда бұл қарапайым ойын деңгейіне жатады. Мысалы үшін балаға кубиктерді беретін болсақ, ол онымен үй құрудың орнына, немесе бір нысанды құрастырудың орнына, оларды тек бірін-біріне соғуы мүмкін, немесе оларды лақтырып тастауы мүмкін. Келесі, бала ойыншықтарды бөліктерге бөлуі мүмкін. Яғни, егер балаға біз пазлдарды беретін болсақ, ол пазлдардың ішіндегі мүсіндерді орнына қоюдың орнына оларды ажыратып тастайды, немесе лақтырып тастайды. Сонымен қатар конструктор элементтерін беретін болсақ, оларды бір-бірінен ажыратады. Және қарапайым ойын деңгейіне жататын іс-әрекет ол баланың ойыншықпен жасайтын функционалды әрекеттерін де жатқыза аламыз. Мысалы үшін балаға машина беретін болсақ, оны бала итеріп жүргізуі мүмкін. Немесе доп беретін болсақ, оны сізге лақтыруы да мүмкін. Сонымен қатар бұл ойын деңгейінде бала себеп салдар сипаты бар ойыншықтармен де ойнай алады. Бұндай ойыншықтарға біз музыкалдық қобдишаларды жатқызамыз, шарагонды жатқыза аламыз. Сонымен қатар бір ойыншық атып шығатын қобдишаларды жатқыза аламыз. Яғни бір батырманы бассаңыз, ішінен петрушка шығуы мүмкін, немесе басқа да ойыншықтар шығуы мүмкін. Дәл осындай ойыншықтарды біз себеп салдары бар ойыншықтарға жатқызамыз. Келесі, ол процессуалдық ойын деңгейі. Процессуалдық ойын деңгейін меңгерген бала ойыншықтарды бір жерге мән мағынасыз жинауы мүмкін. Яғни белгілі бір тәртіпсіз жинайды.
егер де біз балаға жаңағы кубиктермен машинаны беретін болсақ, бала оны машинаның, жүк машинасының артына тиеуі мүмкін, бірақ бұл кезде бала кубиктерді машинаның жүгі ретінде қарастырмайды. Ол жайдан жай бейберекет кубиктерді машинаның жүк салатын бөлігіне тиейді. Берілген мүсіндерді сәйкес саңылауларға салу мүмкін. Яғни сақиналардың өлшемімен қарай пирамиданы жинауы мүмкін, пазлдарды суретіне қарай дұрыс жинауы мүмкін. Және бала сонымен қатар ойыншықтардың қолдану мақсатын біліп, оны сол дұрыс пайдалануы мүмкін бұл деңгейдегі бала. Яғни қасықты кесеге салады, жастықты кереуетке қояды, жануарларды мал қораға кіргізу керек екенін біледі, және адамдарды үйге кіргізу керек екенін білетін болса, бала процессуалдық ойын деңгейін меңгерген болып есептеледі. Сонымен қатар балада процессуалдық ойын деңгейінде құрастырғыш ойыншықтармен белгілі бір нысанды құрастыра білу дағдысы бар болады. Яғни бала кез келген кубикпен немесе магниттік құрастырғыштармен бір нысан құрады және ол нысанның не екенін түсінеді. Мысал үшін бала үстел құруы мүмкін және сол құрған нысанды үстел ретінде пайдаланып, оның үстіне дастархан жайып, жан-жағына орындықтар қойып, адамдар отырғызып ойнайтын болса, біз баланың өзі құрастырған нысанының үстел екенін түсініп тұрғаннан қарамыз. Яғни бала процессуалдық ойын деңгейінде екені белгілі болады біз үшін. Сонымен айта кететін жайт, кез келген ойын деңгейі үшін, мейлі ол қарапайым ойын болсын, мейлі ол процессуалдық ойын болсын, ойыншықтардың түрі бірдей болады. Тек қана оны пайдаланудың тәсілі ғана ерекшеленеді. Мысалы, қарапайым ойын деңгейінде бала пазлдарды жинамай, оларды тек қана лақтырып, ажыратып тастайтын болса, процессуалды ойын деңгейінде бала пазлдарды жинайды. Дәл солай кубиктермен де қарапайым ойын деңгейінде бала кубиктерді тек қана бір-біріне тарсылдатып, немесе лақтырып ойнайтын болса, процессуалдық ойын деңгейінде бала сол кубиктерден бір нысан құрастырып, ол нысанның не екенін түсініп ойнай алады. Сонымен біз алдыңғы вебинарларда өткен ойын деңгейлерін есімізге түсірдік. Яғни қарапайым және процессуалды ойын деңгейлеріне қандай іс-әрекеттер жататынын есімізге түсірдік. Ал қазір мен сіздерге сюжеттік ойын деңгейіне толығырақ тоқталайын. Сюжеттік ойын деңгейі. Егер бала таныс іс-әрекеттерді өзіне қатысты орындайтын болса, онда ол сюжеттік ойын деңгейінде екені белгілі. Мысал келтіретін болсақ, бала өзін-өзі тарақпен тарауы мүмкін, бала шашын кептіруі мүмкін ойыншықпенмен. Сонымен қатар бала кеседен су ішуі мүмкін, немесе қасықпен тамақ жеуі мүмкін. Бұл іс-әрекеттерді орындайтын болса, бала процессуалдық ойын деңгейінде. Сонымен қатар бала функционалды іс-әрекеттерді тек қана өзіне емес, ойыншық жануарлар мен ойыншық адамдарға қатысты да орындауы мүмкін. Мысал келтірсек, бала қуыршақты немесе жануарды ұйықтатуы мүмкін, кереуетке жатқызып, немесе жаңағы жануарды немесе адамды тамақтандыруы мүмкін, су беруі мүмкін, оларды жуындыруы, киіндіруі мүмкін. Осындай іс-әрекеттерді бала жасайтын болса, онда ол да сюжеттік ойын деңгейінде екендігінің белгісі болады. Келесі іс-әрекет ол бала бір заттың орнына басқа затты қолдана алатындығы. Яғни қарапайым кубикті немесе конструктордың элементін бала телефон ретінде елестетіп, ойнап сөйлесуі мүмкін. Немесе
дәл жаңағыдай пирамиданың таяқшасын оқтау ретінде пайдаланып нан жайып ойнауы мүмкін. Сонымен қатар бала жоқ затты елестете алады. Мысалы үшін бала кеседен су ішкендей сыңай танытса, яғни кесені аузына таятып, ол осы баланың сюжеттік ойын деңгейінде екенін белгісі болады. Себебі ол кеседе су жоқ болса да, немесе шай жоқ болса да, оны елестетіп, ішкен сыңай танытып тұр. Мысалға, бала қазанның ішінде тамақ бар деп елестетіп, оны қасықпен де араластыруы мүмкін, немесе шәйнектің ішінде су бар деп елестетіп, оны кесеге құюы мүмкін. Егер де сіздің балаңыз жоғарыда айтылған іс-әрекеттердің барлығын орындай алса, онда ол сіздің балаңыз ойынның сюжеттік деңгейінде екені анық. Жоғарыда айтып кеткеніміздей, кез келген ойын деңгейінде ойыншықтардың түрі бірдей бола береді. Яғни, бір ойыншықтың түрлерін әр кезде, яғни әр ойынның деңгейінде пайдалана беруге болады. Тағы да мысал келтіріп өтейін. Қарапайым пирамидканы алайық. Қарапайым ойын деңгейінде бала пирамидканың сақиналарын тарсылдатып, немесе аузына салып, немесе лақтырып ойнауы мүмкін. Ал процессуалдық ойын деңгейінде бала сол пирамидканы сақиналарының өлшеміне сәйкес дұрыс жинай алады. Ал сюжеттік ойын деңгейінде бала сол сақиналарды, пирамидкалардың тәтті тоқаш ретінде елестетіп, яғни бір заттың орнына пайдалануы мүмкін, немесе таяқшасын оқтау ретінде пайдалануы мүмкін. Яғни бір пирамидканы бала әртүрлі ойын деңгейінде әртүрлі пайдалана алады. Соңғы төртінші ойын деңгейі, яғни сюжеттік рөлдік ойын деңгейі ретінде біз сіздерге келесі вебинарларда айтатын боламыз. Сонымен біз бірінші сұрағымызды тамамдадық. Егер де осы бірінші сұрақ, яғни сюжеттік ойын деңгейі ретінде сіздің сұрақтарыңыз пайда болса, чатқа жазуларыңызды өтінемін. Чатқа ешкім сұрақ жазған жоқ, яғни бәрі түсінікті деген үміттемін. Онда біздің уақытымыз шектеулі болғандықтан келесі сұрағымызға өтейік. Баланың сөйлеу тіліне қалай жауап береміз? Жалпы бала бізбен сөйлесу үшін, сөйлесуге ынтасы болу үшін, қызығушылығы болу үшін, біз баланың ойынға деген қызығушылығын арттыруымыз керек. Баланың бізбен бірге ойнауға қызығушылығының бар екендігінің белгілері қандай? Есімізге түсіріп өтейікші, бірінші вебинарда айтқан болатынбыз. Яғни баланың сізбен бірге бірлесіп ойнауға деген қызығушылығының бар екендігінің қандай белгілерін байқаймыз? Баланың сізбен бірге ойнауға қызығып отырғанын сіз қайдан білесіз? Өзім жауап беріп өтейін. Бала әрдайым сізбен көздік контакт орнатады, яғни сіздің көзіңізге қарап отырады ойын барысында. Сонымен қатар бала сізбен тек қана эмоциясын бөлісу үшін ойыншықты сізге беруі мүмкін, немесе оны көрсетуі мүмкін сізге. Және сонымен қатар бала үшін сіздің оған назар аударып отырғаныңыз немесе отырмауыңыз өте маңызды. Сондықтан ол сізге сіздің баланың ойынына назар аударып отырмағаныңызды бақылап отырады әрдайым. Тек содан кейін ғана, яғни баланың ойынға деген қызығушылығы бар екенін анықтап алған соң ғана біз оның сөйлеу тілін дамытуға байланысты іс-әрекеттерді жүзеге асыра аламыз.
ойын кезіндегі ересек адамның сөйлеу тіліне қатысты ережелер болады. Егер де біз бұл ережелерді ұстанатын болсақ, баланың сөйлеу тілінің сәтті дамуына ықпал жасай аламыз. Бірінші ереже ол не айтуға болады. Ойын барысында біз тек қана өзіміздің жасап жатқан іс-әрекетімізді және де ойыншықтың атауын ғана атай аламыз. Өзіміздің жасап жатқан іс-әрекетіміз ол баланың функционалды іс-әрекетін қайталау болуы мүмкін, және де балаға жаңадан функционалды іс-әрекет көрсетіп, яғни модель көрсетіп жатуымыз мүмкін. Сонымен біз ойын барысында тек қана өз кезегімізде өзіміздің жасап жатқан іс-әрекетімізді атай аламыз, және сонымен қатар сол кезде ұстап отырған қолымыздағы ойыншықтың атауын атаймыз. Келесі ереже, ойын барысында өзіңізді көңілді ұстаңыз. Нақты әрі көңілді сөйлеуге тырысуыңыз керек. Және сіздің сөйлеу тіліңіз жасанды болып көрінбеуге тиісті. Сондықтан да сөзді шектен тыс буынға бөліп немесе созып айтудың қажеті жоқ. Мысалы үшін, үстел құрып біткен соң, біз оған үстел деп сұқ саусақпен нұсқауымыз қажет. Бірақ үстел деп сөзді созудың немесе үстел деп бөліп айтудың қажеті жоқ. Келесі ереже, балаға ойын барысында нұсқаулық бермеу қажет. Яғни біз бір іс-әрекетті орындауды сұрамауымыз керек. Тек қана өзіңіздің кезегіңізде жасап жатқан әрекетті атай аласыз. Мысал үшін, біз мынаны құрастыр деп нұсқаулық бермейміз, құрамыз деп өз кезегімізде өзіміздің жасап жатқан іс-әрекетімізді атаймыз. Немесе біз қоян деп айтшы деп балаға нұсқаулық бермейміз. Біз қоянды қолымызға ұстағанда тек қана сол жануардың атын атап қоян дейміз. Келесі ереже ол баланы шектен тыс мақтаудың қажеттілігі жоқ. Яғни баланы ойын барысында көп мақтай бермеу керек. Себебі бірін-бірі мақтай бері бұл жасандылық ретінде көрінуі мүмкін. Баланы бастапқы кезде ғана бір іс-әрекетті дұрыс орындағаны үшін мақтап, шабыттандырып қоюымызға болады. Бірақ келешекте бұл мақтаудың санын азайтып және жақын арада мүлдем доғаруға тырысуымыз қажет. Яғни, баламен қарым-қатынасты жақсартып алғаннан кейін, сіз балаға тек қана эмоционалды, көңілді түрде сөйлесеңіз, соның өзі бала үшін мақтау ретінде қабылданады. Мысалы үшін, үйді құрып біткен соң, сіз үйді саусақпен нұсқап «үй» деп айтсаңыз, соның өзі балаға жеткілікті болады. Жарайсың, үйді дұрыс құрдың деп көп сөйлеудің қажеті жоқ. Келесі ережеміз сіздің дауыс ырғағыңыз. Яғни интонацияңыз сұрақ ретінде шықпауы керек. Сұрақ сияқты болып естілмеуі керек. Мысал үшін біз «үй» деп айтуымыз керек. «Үй» деп сұрамаймыз баладан. Немесе ойыншық отыратын болса, ол кезде біз тек қана «отыр» дейміз. «Отыр» деп баладан, ойыншық «отыр ма?» деп баладан сұрауымыздың қажеті жоқ. Келесі ереже, тек өз кезегіңізде ғана сөйлеңіз. Баланың сөйлеуге кезегі келген кезде сіз үндемеуіңіз қажет. Сонымен сіз бала үшін сөйлеуге арналған кеңістік қалдырасыз, яғни балаға сөз айтуға мүмкіндік бересіз. Егер де сіз көп сөйлейтін болсаңыз, өз кезегіңізде де, баланың кезегінде де сөйлей беретін болсаңыз, онда балаға сөйлеудің еш қажеттілігі болмай қалады. Және де балаға сөйлеу үшін орында қалмай қалады. Бұл ереже өте маңызды. Сондықтан бұл ережені естен шығармауларыңызды өтінеміз.
Келесі ереже, балаға сөйлеу үшін уақыт беріңіз. Егер де балаға сөйлеу үшін көп уақыт қажет болса, яғни ол кезде біз баланы сәл ұзағырақ күте тұруымызға болады. Және сол кезде біздің түрімізден баланы күтіп тұрғанымыз, және ол сізге бір сөз айтатын болса, сіздің қуанатыныңыз сіздің бет бейнеңізден, ым-ишараңыздан білініп тұруы қажет. Келесі ереже, ол сөйлеу темпін және жылдамдығын дұрыс таңдау. Бұл өте маңызды, себебі сөйлеу барысында баланың көзіне көбірек қарап, оны сезіне алуыңыз қажет. Және бір сөзді тым көп айтпауыңыз да керек. Мысал үшін, бір іс-әрекетті көп рет орындайтын болсақ, ол кейде біз пиццаны қырып, оның үстіне пиццаның саңырауқұлақтарын қойып жатқан кезде болуы мүмкін. Ол саңырауқұлақтардың саны өте көп, мысалға 20, соның әрқайсысын қойған сайын сіз қоямыз деп айта беретін болсақ, ол бала үшін тым жылдам болуы мүмкін, әрі сөзіңіз тым артық болып кетуі мүмкін. Сондықтан да әрбір екінші немесе үшінші саңырауқұлақты өз кезегіңізде қойғанда ғана қоямыз деп айтсаңыз да жеткілікті болады. Дәл солай тортты құрғанда шырақты қойып жатсақ, өз кезегіңізде шырақты қойғанда қоямыз деп айтамыз. Кейін баланың кезегі келгенде үндемейміз, себебі баланың сөйлеу кезегі келеді. Және өзіңізге кезек келгенде ол кезекті өткізіп жеріп, содан кейінгі үшінші ретінде ғана қоямыз деп айтсаңыз болады. Осындай 8 ереже бар. Ересек адамның сөйлеу тіліне қатысты. Осы ережелерді міндетті түрде ұстанғаныңыз жөн болады. Ал енді баланың ойын барысында не айтуы мүмкін екендігіне тоқталайық. Бала жалпы ойын барысында мүлдем сөйлемеуі мүмкін, немесе сөзге ұқсас дыбыстар шығаруы мүмкін, немесе сөздер айтуы мүмкін, сөз тіркестерімен сөйлеуі мүмкін, сонымен қатар тек қана көздік контакт орнатуы мүмкін. Егер де біз көздік контактпен жаңағы ым-ишара қимылдары жайында өткен вебинарларда айтқан болсақ, онда бүгін баланың сөйлеу тілі жөнінде әңгімелейік. Сонымен байланыс жасау түрлеріне жаңа мен айтқандай көздік контактты жатқызамыз, ым-ишара қимылдарын жатқызамыз, оларға нұсқау, қол бұлғау, тағы сол сияқтылар жатады. Сонымен сөйлеу тілі, яғни сөздер немесе сөз тіркестерін жатқызамыз. Және де бала сөйлемдермен де сөйлеуі мүмкін, бірақ ол сөйлемдер ойынның мазмұнына, яғни логикасына сәйкес келмеуі де мүмкін. Ойынға қатысты емес, бұрында телебағдарламаларда немесе мультфильмдерден жаттап алған сөз тіркестерін немесе сөйлемдерін бала қайталай беруі мүмкін. Осындай кезде бұл әрекеттерге, яғни баланың осындай сөздеріне немесе сөйлемеуіне, яғни байланыс жасау түрлеріне біздің қандай жауап беруіміз қажет. Сол жайында айта кетейік. Егер бала мүлдем сөйлемесе, онда біз жоғарыда айтылған ережелерге сүйеніп, ойыншықтардың атауын атап, және өз кезегімізде жасап жатқан іс-әрекетті атауымыз қажет. Яғни бала сөйлемейді, бірақ сіз өз кезегіңізде бір затты орындыққа отырып жатсаңыз, ойыншықты онда отыр деп айтасыз. Бала өз кезегінде үндемесе, сіз келесі ойыншықты отыр деп айтасыз. Сонда тек қана өз кезегіңізде заттың атын, жаңа мысалға мысық отырып жатса, мысық деп атайсыз, немесе сол мысықтың жасап жатқан іс-әрекетін айтуыңызға болады. Ал егер бала тек қана көзіңізге қараса, онда сол уақытта сіз не істеуіңіз қажет? Егер бала сіздің көзіңізге қарайтын болса, онда оның өзі байланыс жасаудың бір әрекеті ретінде қабылдап,
сіз сол әрекетті бекітуіңіз қажет. Ол үшін қолыңызда ұстап тұрған ойыншыққа нұсқап, сол ойыншықтың сұқ-сұқпен нұсқап, сол ойыншықты атауыңыз қажет. Сонымен ол әрекетіңізбен сіз баланың сөздік қорын арттырасыз және сұқ-саусақпен нұсқау дағдысын үйретесіз. Ал егер бала сізге ойыншықты сұқ-саусақпен нұсқаса, немесе көтеріп көрсетсе, онда сіз сол ойыншықты атап, оған сіз де нұсқауыңыз қажет. Бұл кезде сіз ойыншықтың атауын үйретіп жатсыз балаға, себебі ол әлі атамаған, яғни сөйлей алмаса, сіз ойыншықты атап, баланың сөздік қорын арттырасыз, және де бала сізге нұсқап көрсетсе де, сіз де нұсқап қайталайсыз. Сол әрекетіңізбен баланың нұсқап көрсету дағдысын бекітесіз. Егер бала сөзге ұқсас дыбыс шығарса, онда сіз толық сөзді айтуыңыз қажет. Мысал үшін, егер сіздер мысықпен, итпен ойнап отырған кезде бала қолында мысықты ұстап, м деген сияқты дыбыс шығарса, онда сіз ол өз кезегіңізде мысық деп айтуыңыз қажет, яғни толық сөзді айтасыз. Немесе сіздер машина құрып біткеннен кейін бала ма деп машина сияқты машина сөзіне ұқсас дыбыс шығарған болса, сіз сол сөздің толық нұсқасын айтуыңыз керек. Яғни өз кезегіңізде машина деп айтасыз. Ал егер бала толық сөз айтып жатса, онда сіз оған сол айтылған сөзге тағы бір сөз қосып айтуыңыз қажет. Мысал үшін, дәл жаңағы мысалдар келтірейік. Бала қолында мысықты ұстап тұрып, мысық десе, онда сіз сол мысық сөзіне тағы бір сөз қосып айтасыз. Яғни мысық отыр деуіңіз мүмкін өз кезегіңізде. Немесе ең жеңілі ол бұл мысық деп бұл сөзін қосасыз. Немесе жаңағыдай машинаны құрып біткеннен кейін бала машина десе, сіз сонда бұл машина деп айтуыңыз қажет. Немесе машина жүрді деп айтуыңыз қажет. Егер бала 2 немесе 3 сөзден құралған сөз тіркесін айтса, немесе сөйлем айтатын болса, онда сіз дәл сондай сөз тіркесін немесе сөйлемді қайталауыңыз қажет. Яғни сіз сол әрекетіңізбен баланың дұрыс сөйлеу тілін бекітетін боласыз. Егер баланың айтқан сөздері немесе ұзақ сөйлемдері ойынның мазмұнына сәйкес келмесе, онда сіз өз кезегіңізде баланың жаңағы айтқан сөздерін немесе сөйлемдерін естімегендей сыңай танытып, яғни елемей, өз кезегіңізде дұрыс сөз, яғни сол ойынның мазмұнына сәйкес сөз айтуға міндеттісіз. Мысал үшін, сіздер адамдармен ойнап жатқанда, бала машина деуі мүмкін, немесе торт, кез келген кәмпит, ойына келген нәрсені айтуы мүмкін. Бірақ егер де ол ойыншықтар сіздердің алдарыңызда жоқ болса, яғни ол сіздің ойыныңыздың мазмұнына сәйкес келмесе, сіз өз қолыңызда ұстап тұрған заттың атауын немесе сол заттың іс-әрекетін айтуыңыз қажет. Мысалға, ата немесе отыр деген сияқты сөздерді қолдануыңыз керек. Екінші сұрақтың да соңына жетіп қалдық. Егер де жаңағы баланың ойын барысында айтылған сөйлеу тіліне қандай жауап беру керек деген вебинарымыздың сұрағы бойынша сіздердің сұрақтарыңыз туындаған болса, чатқа жазуларыңызды өтінемін. Сұрақ туындамаған сияқты. Жақсы, онда келесі сұрағымызға өтейік. Ол баланың сөйлеу тілін ойын кезінде дамытудың әдістері. Баланың жалпы ойын кезінде сөйлеуіне біз себепкер болуымыз қажет. Яғни, баланы бір затты сұрауға немесе оны атауға ынталандыруымыз қажет. Тағы есіңізге салатын жайт, баланы дамыту үшін бала ойынның сюжетін, яғни мазмұнымен толық таныс болу керек. Яғни ол осы ойынды, дәл қазір ойнайын деп отырған
Оның алдында бірнеше ойын сабақтары кезінде қайталап жаттап алуға тиісті. Баланың сізбен бірігіп ойнауға деген қызығушылығы болуы керек. Сонымен қатар балада ең қарапайым ортақ назар дағдылары қалыптасқан болуы қажет. Олар бөлісу үшін қарау дағдысы және сұрау үшін сұқ саусақпен нұсқау атты біріккен назар дағдылары қалыптасқан болуы керек. Яғни бір нәрсені сұрау үшін бала сол затқа нұсқай алуы қажет. Тек сонда ғана біз ойын барысында баланың сөйлеу тілін қалыптастыруға әрекет жасай аламыз. Жалпы біздің тәжірибеміз көрсеткендей, баланың ойын барысында баланың сөйлеу тілін дамытудың екі әдісі бар. Біріншісі балаға үлгі болу, ал екіншісі ойынды жалғастыру үшін қажетті затты ұстап қалу. Осындай екі әдісі бар. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталып кетейік. Біріншіден балаға үлгі болу. Балаға үлгі болу дегеніміз ойын барысында өз кезегіңізде әрбір іс-әрекетіңізді атау және де ойыншықтардың атын балаға айту. Мысал келтірейік. Бала екеуіңіз кезекпен-кезек үй құрастыруыңыз мүмкін. Сол кезде үйді құрастырып біткеннен кейін бала үндемесе де, сіз өз кезегіңізде сол үйге сұқ саусақпен нұсқап, үй деп айтуыңыз керек. Әр сабақта дәл солай әрбір өзіңіздің іс-әрекетіңізді немесе құрастырып біткен нысанды көрсету үшін сондай сол затқа нұсқап, сол заттың, сол әрекеттің атын атауыңыз қажет. Уақыт өте келе, сабақтар өте келе, бала бір күні сіздің сол жасаған әрекетіңізді немесе айтқаныңызды қайталауы мүмкін. Жоқ дегенде бала сізбен көздік контакт орнатуы мүмкін. Және сол кезде сіз жоғарыда айтылып кеткен ересектерге арналған ережені ұстанып, балаға міндетті түрде жауап қайтаруыңыз қажет. Мысалы үшін, бір күні сіз үйді құрып біткеннен кейін сәл кідіруіңіз қажет, және сол кезде бала сізге қарайтын болса, сіз міндетті түрде сол үйге көрсетіп, үй дейсіз. Келесі сабақта бала жай көрсетуі мүмкін үйге. Сол кезде сіз көрсетуін бекіту үшін оған тағы нұсқайсыз үйге және үй деп айтасыз. Одан кейінгі сабақтарда бала үй деп айтқысы келуі мүмкін. Сол кезде сіз сол дыбыстың толық нұсқасын, яғни толық сөзді үй деп үйге нұсқауыңыз қажет. Мен сіздерге қазір ссылка жіберемін. Сол ссылка арқылы өтіп, видео мысал көрейік. Видеода көріп тұрғандай, бала мен педагог кезекпен-кезек пиццаның үстіне саңырауқұлақтарын қойып жатыр. Сол кезде бұл іс-әрекет барысында бала үндемейді, тек қана маманның жасағанын қайталап отыр. Ол көзді де көтермейді. Ал маман өз кезегінде қоямыз деп өзінің іс-әрекетін атап отыр. Пицца қырылып біткен соң, маман пиццаға нұсқап, пицца деп айтты. Сол кезде бала пицца деп қайталады, баланың орнында отырғанмен пицца деп қайталады, ал маман өз кезегінде бұл пицца деп жауап қайырды. Яғни біз айтқан ережелерді ұстанып, үлгі болу әдісін қолданып отыр бұл жерде маман. Бұл сөйлеу тілін қалыптастырудың бірінші әдісі болатын. Келесі әдіспен танысайық. Ол ойынды жалғастыру үшін қажетті затты ұстап қалу. Бұл әдіс былайынша жүзеге асады. Бала мен маман кезекпен-кезек
мысалға бір әрекетті жүзеге асырады. Жаңағыдай пиццаны мысал үшін пиццаның үстіне саңырауқұлақтарын қойып отырады, және де баланың уақыты келгенде саңырауқұлақты қоюға, оның алдында ешбір саңырауқұлақ қалмауын қадағалау керек. Сол кезде бала саңырауқұлақты іздеп сізге қарауы мүмкін. Сіз бала сізге қарағанын байқап, саңырауқұлақты бет деңгейіңізге көтеріп, ұстап қалуыңыз қажет. Бала егер де сізге тек қана қараса, бірінші кездері тек қана көзін көтеріп қарауы мүмкін. Оның өзі жақсы дағды. Сондықтан сол дағдыны бекіту үшін балаға тез арада саңырауқұлақты бере қоямыз. Беріп жатқан кезде саңырауқұлақ деп атап беру керек. Келесі сабақтарда дәл осы үрдісті орындап жатқанда тағы да солай ұстап қаламыз балаға қажет затты. Және бала келесіде қолын созуы мүмкін. Қолын созғанның өзі біз үшін жақсы дағды. Сондықтан біз тез арада саңырауқұлақты балаға беруіміз қажет. Беру барысында саңырауқұлақ деп атаймыз. Келесіде бала тағы да қолын созатын болса, біз созған қолының тек қана сұқ саусағын қалдырып, қалған саусақтарын жұдырыққа жұмып, нұсқау қимылын көрсетеміз бала үшін. Және де тез арада саңырауқұлақты беріп, оның атын атаймыз. Сөйтіп біз балада нұсқау дағдысын қалыптастыруымыз мүмкін бірнеше сабақ өткеннен кейін. Ал егер де бала сұқ саусақпен нұсқап, немесе қолын созып сізге сол саңырауқұлаққа ұқсас сөз айтатын болса, немесе дыбыс шығаратын болса, біз ережелерді ұстанып, саңырауқұлақ деп баланың қолына береміз. Егер де бала сізге саңырауқұлақ дейтін болса, онда бұл саңырауқұлақ деп тағы бір сөз қосамыз, немесе тәтті саңырауқұлақ деп сөз қосып, баланың қолына саңырауқұлақты ұстатамыз. Қазір мен сіздерге сілтеме жіберемін. Сол сілтеме арқылы өтіп, видео мысал көруіңізге болады. Сілтемемен өтейік. Бала мен маман кезекпен кезек магниттік құрастырғыштарды пайдаланып, мұнара құрастырып жатыр. Бұл жерде маман тек қана жаңағы ұстап қалу әдісін емес, үлгі болу әдісін де қолданып жатыр. Яғни ол өз кезегінде құрамыз деп іс-әрекетін атап отыр. Сонымен қатар кубикті көрсетіп, кубик деп айтады, яғни көрсету дағдысын қалыптастыруға тырысып жатыр. Және сонымен қатар кубик деген сөзді баланың сөздік қорына қосуға талпыныс жасап жатыр. Енді қарап отырсаңыздар, баланың алдында ешбір магниттік құрастырғыш қалған жоқ. Оны негізі маман әдейі жасайды. Сіз оны қадағалауыңыз керек, қалмауын. Және балаға сол магниттік құрастырғыш қажет болды. Бала педагогқа қарады және қолын созды. Педагог өз кезегінде физикалық тұрғыдан баланың қолының жұдырыққа тиіп, тек қана сұқ саусағын қалдырып, нұсқау қимылын жасатты. Және кубик деп атап, баланың қолына қажетті затты берді. Міне осы әдіс балаға қажет затты ұстап қалу әдісі деп аталады. Тағы да бір-екі мысалды қарастырып өтейік. Бірінші мысал, суретте көріп отырғанымыздай, бала мен педагог қорапшалардан мұнара құрастырыпты. Мұнараны құрастырып болғаннан кейін педагог үлгі болу әдісімен, жаңағы әдісін пайдаланып, мұнараға сұқ саусағымен көрсетіп, мұнара деп атап жатыр. Келесі суретте мұнараға кіргізетін жануарлар немесе адамдарды алып шығып, екі бөлек пакетте балаға таңдауға мүмкіндік береді. Бұл баланың жаңағы таңдау үшін көрсететін дағдыларын қалыптастыруға
мүмкіндік береді. Бұл жерде біз байқағанымыздай, үшінші суретте бала қажетті ойыншығына нұсқап тұр. Және де төртінші суретте маман тез арада сол ойыншықты беріп, балаға күлімсірей қарайды. Бұл көбіне бірінші суреттерде үлгі болу әдісін қолданған болса, келесі суреттерде маман ұстап қалу әдісін де қолданады. Бірақ бұл жерде маман ұстап қалған жоқ, бірақ ұстап қалуға болар еді. Егер де кейінірек баланың ойынға қызығушылығы мүлдем артқан кезде, яғни ол абсолютті түрде сізбен қызығып ойнап отырған болатын болса, жаңағы бала таңдап тұрған ойыншықты сәл уақыт кідіртіп ұстап қалуға болады. Сол кезде бала аңдар деп айтқалы мүмкін, немесе деп аң деп айтуға талпыныс жасауы мүмкін. Сол кезде сіз өз кезегіңізде аңдар деп айтып, баланың қолына аңдары бар пакетті ұстата аласыз. Келесі мысалды қарастырайық. Бұл жерде тесігі бар ойыншыққа маман мен бала кезекпен-кезек тиындар салып отырады. Баланың кезегі келгенде маман күлімсірей қарап, тесікті жауып қалады. Бұл кезде күлімсіреп қараудың маңызы зор, себебі бала сіздің тек қана ойнап жауып тұрғаныңызды түсінуі қажет. Бала шамалы маманға көзін көтеріп, мен сізді түсінбедім дегенде сыңай танытқанда, маман тез ойыншықтың тесігін ашуы қажет. Сосын бала өз кезегінде тиынды салады. Бұл кезде бұл мысалда баланың көздік контактісін орнатуға талпыныс жасап отыр маман. Себебі бірінші суретте қарасаңыздар, бала мүлдем қарамайды маманға. Екінші суретте маман жауып қалғанда қарады, және үшінші суретте толық көздік контакт орнатылып тұр. Бұл жаңағы жауып қалу, ұстап қалу әдісіне жататын мысал. Ең маңыздысы, баланың сізбен байланыс орнату үшін жасаған іс-әрекетіне міндетті түрде жылдам жауап беру қажет. Себебі егер де сіз өзіңіздің жауабыңызды кешеуілдететін болсаңыз, немесе жаңағы ұстап қалған затты ұзағырақ ұстайтын болсаңыз, онда баланың ойынға деген қызығушылығы жоғалып кетуі мүмкін. Ол тез арадан ойынның барысынан шығып, яғни ойынның мазмұнын жоғалтып, орынсыз қылықтар көрсетуі мүмкін. Яғни, егер де балада ойынға қызығушылық жоқ болса, бала сол кезде жағымсыз, орынсыз қылықтарға бейім болуы мүмкін. Ол заттарды сырып тастауы мүмкін, немесе мүлдем ойнамайым деген сыңай танытып, жан-жағына қарап, тұрғысы келіп, сондай қылықтар көрсетуі мүмкін. Сондықтан біз оған дейін баланы ол жағдайға дейін жеткізбеуіміз керек. Біздің, яғни жылдамдығымыз, темпіміз өте орынды, уақытылы болу қажет, және баланың жаңағы сізбен байланыс орнатуға жасаған әрекеттеріне тез арада жылдам жауап беруіміз қажет. Бірақ кей жағдайларда, егер сіз барлық біздің айтқан ережелерімізді ұстанып, дұрыс ойнап жатқан күнде де бала жағымсыз әрекетте, жағымсыз қылық көрсетуі мүмкін. Сол кезде ойын барысында сіз қалай әрекет етуіңіз керек, сол жағымсыз қылықпен қалай күресуіңіз керек жайында біз келесі вебинарларда айтатын боламыз. Және сол жағымсыз қылықтардың ең әуелі алдын алу, себептері жайында айтамыз. Және егер де себептерін біле тұра, алдын алудың шараларын жасай тұра, бала бәрібірде жағымсыз қылық танытатын болса, ол кезде не жасау керек жайындағы әдіс-тәсілдер жайында келесі 4-ші бөлімде айтамыз. Сонымен біз бүгін сюжеттік ойынмен таныстық, ойын деңгейімен таныстық, баланың ойын барысында қандай сөйлеу тілін көрсетуі мүмкін, яғни не деп сөйлеуі мүмкін жайында әңгіме қозғадық, және сол жасаған, айтқан сөздеріне біздің жауабымыз қандай болуы керек, сол жайында айттық. Және ең соңғысы баланың ойын барысында, яғни қызығушылығы бар баланың ойын барысында сөйлеу тілін қалай дамытудың әдістерін атаған болатынбыз. Екі әдіске толық тоқталып, мысал келтірдік.
Егер де сіздің жалпы вебинар бойынша сұрақтарыңыз бар болатын болса, чатқа жазуларыңызды өтінемін. Ал егер дәл қазір сұрақ туындамай, бірақ сәл кейінірек сұрақтарыңыз пайда болып жататын болса, онда бүгінгі сағат 3-ке дейін сайтта көрсетіліп тұрған электрондық адреске өзіңіздің хаттарыңызды жолдауыңызға болады. Біз сол хаттарға міндетті түрде жауап береміз. Сұрақ жоқ секілді, немесе кейде бізге қатысушылар сұрақ жазуға мүмкіндігі болмайтын кездер болады. Егер дәл солай сұрақ жаза алмай отырған болсаңыз, онда жаңағы электрондық поштаға хатыңызды жолдауды өтінеміз. Назар аударғандарыңызға көп рахмет. Келесі вебинарда кездескенше.